Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгін барлығыңыз өте жақсы көңіл күйде келді деп ойлаймын. Себебі сіздер демалыстан шықтыңыздар. Алдарыңызда сурет бойынша бүгінгі сабақтың тақырыбын болжайық. Кім айтады? Бұл жерде мен ойымша Қазақстан Республикасының барлық халық саны және қала мен ауыл халқы, ерлер мен әйелдер бейнеленген салыстырыңқы. Яғни бүгінгі сабақтың тақырыбы? Бүгінгі сабақтың тақырыбы Қазақстан Республикасының халық саны жөнінде болмақ, иә? Келісеміз бе оқушылар? Иә. Сая, Динас, рахмет, отыра қойыңыздар. Яғни дәптеріңізді ашып бүгінгі күннің жазысын жазайық оқушылар. Бүгінгі күннің сабақтың тақырыбы демография, ұлт тағдыры жазамыз. Сабақтың мақсаты мәтіннің мақсаты арқылы негізгі ойды анықтау. Екінші мақсат салыс құрмалас сөйлемдердің мағыналық түрлерін ажырата білу, түрлендіріп қолдану. Біз осыған дейін салыс құрмалас сөйлемнің қандай түрлерін өтіп едік? Ыңғайлас, себеп салдар және үшіншісі қарсылықты салыс құрмалас сөйлемді өткен болатынбыз. Рахмет Әли. Бағалау критерийі мәтіннің мақсаты арқылы негізгі ойды анықтайды, салыс құрмалас сөйлемдердің мағыналық түрлерін ажырата біледі, түрлендіріп қолданады. Сіздерге тыңдалым, айтылым. Тыңдалым алды тапсырма, қаз сіздердің мәтіндеріңіздің ішінде келетін демографтар және нәпақа деген сөздің мағынасын зерделейді. Демографтар демография мәселесімен айналысатын маман. Демография белгілі бір халықтың, ұлттың, ұлыстың, этникалық топтың санын, құрамы мен құрылымын, аумаққа бөлінуін, өсу мен кему динамикасын қоғамдық тарихи жағдайлармен байланыстырып зерттейтін әлеуметтік ғылым саласы. Ал нәпақа бұл табыс. Яғни осы сөздер сіздердің тыңдайтын мәтіндеріңіздің ішінде кездеседі, сондықтан алдын ала мағынасын түсіндіріп өтіп кетіп жатырмын. Бірінші тапсырма, тыңдалымның алғашқы тапсырмасы, бірінші қадам, мәтінді мұқият тыңдап, мақсатын анықта. Қазір мен сіздерге оқимын, сіздер тыңдай отырып, бүгінгі тыңдалатын мәтіннің мақсатын анықтайсыздар. Бүгінгі әлемде Қазақстан жер көлемі бойынша 9-шы орын алса, халық саны жағынан 62-ші орында. Жері кең, халқы аз. Бұл түптің түбінде ұлт қауіпсіздігіне үлкен қауіп төндіретін ұғынған абзал. Елбасының халыққа арнаған жолдауында 2020 жылы Қазақстан халқының санын 20 миллионға жеткізу межесі қойылған. Ал демографтардың ресми зерттеулеріне сүйенсек, 2020 жылы халық саны 18 миллион шамасында ғана болған екен. Ал халық санының көбеюіне кедергі келтіріп отырған салдарға тоқталсақ, ең басты мәселе ретінде әлеуметтік жағдай алдымызға шығады. Жас отбасылар әлі де қамқорлыққа зәру. Күнделікті тапқан нәпақасы жалдаған пәтері мен тамағынан аспайтындар көп балалы болуды қайдан ойласын. Бұған қоса, екі қолға бір күрек таба алмай жүрген жастардың отбасын құрып, бала тәрбиелеп, демографиялық ахуалды жақсартуға үлес қосуға талпыныс білдірмейтіні белгілі. Әлеуметтік жағдайлар нашар болған жағдайда бала туу көрсеткіші өспейді. Осы себептермен ажырасу саны да артып келеді. Сондықтан жас отбасыларға қамқорлық көрсету бірінші кезекте тұр. Еліміз бойынша баспанаға зәру қаншама отбасы бар. Қазақстан Республикасының ұлттық экономика министрлігі статистика комитетінің мәліметтеріне сүйенсек, 2015 жылы елімізде 148.769 жұп некелесуге өтініш білдірсе, ажырасушы отбасы саны 53.293-ге жетті. Ауыл тұрғындарының арасында ажырасу қала тұрғындарымен салыстырғанда 2-3 есе төмен екенін аңғарды. Өкінішке орай, баспана мәселесі еліміздегі ажырасудың себеп салдары бойынша бірінші орынға шықты. Яғни мәтіннің мақсаты қандай? Кім айтады? Яғни мәтіннің мақсаты халық санын көбейту деп ойлаймын. Халық санын көбейту. Келісеміз бе оқушылар?
халық саны көбейту. Жер көлеміміз үлкен екен де, халық санымыз қандай екен? Бізде аз екен. Бұл біздің елімізге қандай қауіп төніп тұр? Дәстүріміз, тіліміз, яғни ұлттың жойылып кету қаупі төнген. Біздер бірінші қадам бойынша мәтіннің мақсатын анықтадық. Әлиді бағалайық? Әлиді, Ризахан? Менің ойымша мәтіннің сауатына тәйіскелік. Мәтіннің мақсатын нақты талап. Жақсы. Енді осы бірінші мақсат бойынша екінші қадам, екінші рет мұқият тыңдап, негізгі ойды анықтаймыз. Біздің бүгінгі мақсатымыз қандай еді? Мақсаты арқылы мәтіннің не табу? Негізгі ойды анықтау. Екінші рет оқиын, мұқият тыңдап отырыңыздар. Бүгінгі әлемде Қазақстан жер көлемі бойынша 9-шы орын алса, халық саны жағынан 62-ші орында. Жер көлемі кең, халқы аз. Бұл түптің түбінде ұлт қауіпсіздігіне үлкен қауіп төндіретінін ұғынған абзал. Елбасының халыққа арнаған жолдауында 2020 жылы Қазақстан халқының санын 20 миллионға жеткізу межесі қойылған. Ал демографтардың ресми зерттеулеріне сүйенсек, 2020 жылы халық саны 18 миллион шамасында ғана болған екен. Ал халық санының көбеюіне кедергі келтіріп отырған салдарға тоқталсақ, ең басты мәселе ретінде әлеуметтік жағдай алдымыздан шығады. Жас отбасылар әлі де қамқорлыққа зәру. Күнделікті тапқан нәпақасы жалдаған пәтері мен тамағынан аспайтында көпбалалы болуды қайдан ойласын. Бұған қоса, екі қолға бір күрек таба алмай жүрген жастардың отбасын құрып, бала тәрбиелеп, демографиялық ахуалды жақсартуға үлес қосуға талпыныс білдірмейтіні белгілі. Әлеуметтік жағдай нашар болған жағдайда бала туу көрсеткіші өспейді. Осы себептермен ажырасу саны да артып келеді. Сондықтан жас отбасыларға қамқорлық көрсету бірінші кезекте тұр. Еліміз бойынша баспанаға зәру қаншама отбасы бар. Қазақстан Республикасының ұлттық экономика министрлігі статистика комитетінің мәліметтеріне сүйенсек, 2015 жылы елімізде 148.769 жұп некелесуге өтініш білдірсе, ажырасушы отбасы саны 53.293-ге жетті. Ауыл тұрғындарының арасында ажырасу қала тұрғындарымен салыстырғанда 2-3 есе төмен екенін аңғардық. Өкінішке орай, баспана мәселесі еліміздегі ажырасудың себеп салдары бойынша бірінші орынға шығып тұр. Тыңдалған мәтін бойынша негізгі ойды анықтай қояйық. Кім айтады? Мәдина? Менің ойымша мәтіннің негізгі ойы халық санын көбейту үшін жас отбасыларға дейін көмек беру. Оның ішінде жұмыс тауып беру немесе пәтер алып беру. Келсеңіздер, негізгі ойды? Яғни осындай жас отбасыларға біз қолымыздан келгенше барлық көмекті жасайтын болсақ, біздің жеріміз кең, жаңағы жойылып кету ұлттың қаупінің алдын естиміз, алады екенбіз. Яғни бірінші мақсат бойынша біз тапсырманың барлығын орындадық. Енді бізде екінші мақсат оқушылар. Салалас құрмалас сөйлемнің түрлерін ажырату. Бүгінгі өтетін салалас құрмалас сөйлемнің түрімен таныстайық. Бірінші сөйлемде баяндалған оқиғаның мәні келесі сөйлемде айқындалып, түсіндіріліп отыратын сөйлем түсіндірмелі салалас құрмалас сөйлем деп аталады. Қазақ тілінде жалғаулысыз келетін тек қана осы түсіндірмелі салалас құрмалас сөйлем. Кей жерлерде түсіндірмелі салалас құрмалас сөйлем біріншісінен кейін қос нүкте қойылады, ал егерде сілтеу есімдіктер келсе, онда сызықша қойылады. Түсіндірмелі салалас құрмалас сөйлемнің мынандай 3 жасалу жолы бар. Бірінші жасалу жолы алғашқы сөйлемнің баяндауыштары сондай сонша сөздерінің қатысу арқылы жасалады. Мысалы, қойнына салған қатты оған ыстықтығы сонша төс қалтасына қағаз емес тірі дәулеттің соғып тұрған жүрегі сияқты. Мұндағы түсіндірмелі салалас қалай жасалып тұр?
иә қалай Сонша. алғашқы сөйлемнің баяндаушы сонша деген сүртеу есімдігі арқылы жасалып тұр екен. Жақсы. Екінші сөйлемді кім оқиды, Мейрамбек? Алғашқы сөйлем қаранда мынадай жалпылау сөзі қолданылып, келесі сөйлем оның мәнін ашып тұрады. Мысалы, ұлым мынандай өтініш жасады. Мешітіне асығамыз, мәйітті және бір күні түнетейік. Мұнда сөйлем ұлым мынандай өтініш жасады. Баяндаушы жасады. Солай ма? Солай жасап тұрмын, бізге екінші жасалу жолы қандай деді? Мынадай деген жалпылауыш сөз арқылы жасалады екен. Жақсы, рахмет. Келесі сөйлемді, үшінші сөйлемді кім оқиды? Айша Бибі. Алғашқы сөйлемнің баяндауыштарында түсіндірмелі мәндегі есім, етістік сөздер де қолданылады. Мысалы, жоламан іште сезіп келеді, ұры жүзден астам мылтығы бар жау жағында. Мұндағы бірінші сөйлем жоламан іште сезіп келеді. Келеді бұл етістік. Иә, жаңа жасалу жолындағыдай түсіндіріп кеткендей, келеді етістік сөз арқылы жасалып тұр екен. Біздер немен танысты оқушылар? Түсіндірме салас құрмалас сөйлем және оның жасалу жолдарымен танысты. Яғни алғашқы өтіп кеткен үш салас құрмалас сөйлемдерден осы ерекшеліктер арқылы не істей аламыз? Ажырата аламыз. Жақсы, отыра ғой, рахмет. Енді сіздерге мынандай тапсырма. Екінші мақсат бойынша оқушылар міне өтілген салас құрмалас сөйлем түрлері және мысалдар тұр. Сіздер нені анықтайсыздар? Мына жерде берілген мысалдардың шын, жалған екендігін анықтайсыздар. Тақтадағы сөйлемменен слайдтағы сөйлемдерді дұрыстап оқиық, қарайық, шын ба жалған ба екен. Сосын дайын болса қол көтеріп қойып. Дайынбыз ба оқушылар? Ал бірінші сөйлемді алжымаңыз. Бірінші сөйлемде жалған, себебі мұнда түсіндірмелі салас құрмалас сөйлем бұл. Оқиға сөйлемі. Олардың сырт көріністері де балапандарға ұқсайды. Бәрінде сырғылт түсті шыңғылық костюм. Бәрінің де басында жылы ақ берет. Яғни бұл ыңғайлас емес, түсіндірме салас құрмалас сөйлем екен. Жақсы. Екіншісі. Менің ойымша екінші жолда жалған. Себебі екі мәтін бір-біріне қарама-қарсы келіп тұр. Астындағы көлдің үңгірі жолдан алыс емес деген. Машина бара алмайды екен. Иә. Келсеңіз ба Бизаханның айтқанына? Себебі бұл мәтіндер емес. Сөйлемдер қарама-қарсы келіп отыр. Дұрыс жауап берді оқушылар? Дұрыс па? Себеп салдар емес, қарсылықты дейді. Жақсы. Келесі. Иә, Дана. Мәдениеттің тіпті естайтын қалтасында екен, сонымен ол есігін ашты. Бұл сөйлем жалған, себебі оқиға бәрі бір уақытта болып тұр. Бұл сөйлем ыңғайлы салас құрмалас сөйлем. Ыңғайлы салас құрмалас сөйлем дейді. Дұрыс па екен, Маулет? Ыңғайлы салас құрмалас сөйлем ба, Маулет? Рахмет. Келесі сөйлемді оқиық, соңғы сөйлемді. Иә, Али. Жаман шұбарлықтар қыстаудан шықпайды, өйткені жолда ораза ұстау керек. Бұл сөйлем себеп салдар. Шынға жалған ба? Жалған. Себебі өйткені шауып. Себеп салдар шауып тұр. Яғни бұл қай сөйлем сонда? Себеп салдар, салас, құрмалас сөйлемді шылау екен. Дұрыстаттық па? Жақсы оқушылар. Сонда біздер салас, құрмалас сөйлемді бір-бірінен нелер арқылы ажыратамыз? олардың қалай байланысты? Мағынасы сөйлемдердің мағыналарына қарай ажыратады екенбіз. Енді бүгінгі сабақты аяқтап бір-бірімізге кері байланыс берейік. Кері байланыс. Бүгінгі сабақта біз не үйрендік оқушылар? Қол көтеріп айта алайық. Не үйрендік? Иә? Арабия? Жасалу жолдарын үйренді. Солай ма барлықтар?
ойдарыңызда, иә? Жаңа салыс тұрмаспен жасалып отыра ғой. Не оңай болды сіздерге? Не оңай болды? Иә, Сая? Бізге оңай болғаны мәтіндегі негізгі ойда, мақсатын анықтау және оның негізгі ойын анықтау оңай болды. Барлықтарыңызға солай болып төлеймін. Қиындық келтірген тапсырма болды ма сіздерге? Жоқ. Оқушылар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Барлықтарыңыз сабақ барысында белсенділік танытқандарыңыз үшін рахмет. Үйде өздеріңіз түсіндірмелі